Құрметті достар, Іскер каналының көрерменіне бұл шығарылымда 5 миллиондық автомойканың тегін алып беретін боламыз. Қазір осы жайлы толықтай түсіндіріп беремін. Осыдан бір жыл бұрын Іскер каналының жалпы кәсібі жайлы бірінші шығарылымы шыққан болатын, автомойка самообслуживание жайлы. Сол шығарылымда біз конкурс ұйымдастырғанбыз, конкурстың шарттары мынандай болады. Жалпы бір адамға полный тегін автомойка ашып беру үшін не істеу керек? Тегін. Тегін. Біздің фирмаға бір адам 10 адам алып келетін болса, 10 клиент алып келетін болса, мен 4 пост тегін автомойка. Бүгін біздің Іскер каналының көрерменімен жаңағы конкурстың жеңімпазымен кішігірім сұхбат алатын боламыз. Және де EasyWash компаниясы тағы да толықтай айтып кетеміз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Айта кететін нәрсе, құрметті достар, осындай конкурстарды жіберіп алмау үшін сіздерге беретін кеңесім бар. Ол біздің каналға тіркеліп қойыңыздар. Комментарий, лайк, подписка. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін үлкен мотивация. Содан кейін бізде Instagram канал бар. Соған міндетті түрде жазылып қойыңыздар, өйткені басты жаңалықтардың барлығы сол жерден көре аласыздар. Бұл Іскер және оның жүргізушісі мен Ізбасар Дәулет. Ассалаумағалейкум. Құрметті достар, таныс болыңыздар. Бұл Айдос EasyWash компаниясының жасаған конкурсының жеңімпазы. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Айдос, жалпы өзің таныстырып өтсең. Ассалаумағалейкум барлығына. Менің есімім Айдос, жасым 26-да, Қызылорда облысы, Қазал ауданынан келіп отырмын, жеке кәсіпкермін. Жеке кәсіпкерсің, жалпы қандай кәсіппен қазір айналысып отырсың? Осыдан бір жыл бұрын осы Іскер каналынан көрген болатын, ана EasyWash компаниясынан Марғұландардың. Сол жерден автомойка самообслуживание ашқан болатынбыз Қазалда өзіміздің. Өздерің сояқтан клиент болып ашында? Иә, клиент болып. Бір жылдан бері сол жақта жүргізіп жатырмыз қазір. 3 бокс автомойка аштық. Дәл қазір сол автомойкадан бөлек басқа қандай кәсіппен айналысасың қазір? Автомойкадан бөлек енді мен тек қана бір ғана бизнеспен айналысып қоймайын деп ізденген болатын. Одан кейін бұрын айналысқанмын, осы жазда батут орталығын аштық. Сол Қазалдан. Сезонный бизнес. Сезонный бизнес. Яғни батут ол бір терцінің ештеңкен ішінде емес? Ештеңкен ішінде, далада. Паркта ма ол қай жерде? Орталық алаңда болатын. Бізде акимат бар, соның қасында үлкен орталық алаң бар. Сол жерде акиматтың рұқсатын алып, қолдауымен акиматтың деп айтайын. Сол жерде жүргізген болатынбыз. Жақында жаптық. Осы августтың соңына дейін жұмыс істедік. Қашан басталды негізі? Ол қателеспесем майдың 25-інде қойдым. Сол күн жылған кезде басталды, сол жаз басталған уақытта, только майдың соңында бастадық. Қанша кетті? Сенде қанша батут бар, сол жерден айтып толықтай? Бастауға, ең бірінші бастауға менде где-то 2 миллион теңге кетті. То есть мен ол жерде не алдым? 4-5 батут алдым. Егер точно айтатын болсам, 4 батут, бір карусель алдым. И одан кейін уақыт өте келе алып отырдым да. Уже қосып отырдыңыз, Яғни общий жалпы кеткен расход 3,5 миллион арасы болып, мен енді үлкен қылып аштым. Тек 1-2 батуттан ғана тұрмайды ол жерде. Ол жерде кішкентай балаларға арналған батут бар, одан кейін үлкен горка бар, шамалы үлкендеу балаларға. Яғни жас ерекшеліктеріне байланысты әртүрлі батут болады. Карусель бар, одан кейін жаңағы пультпен жүретін электромобиль бар, одан 10 алған болатын. Және де жаңағы балмұздақтың аппараты бар, тәтті кәмпит деп айтады, тәтті мақта. Соның аппараты бар. Жалпы сол жерде гүлдендіруге жобамен 3,5 миллион теңгедей кетті. Кетті. Табыс қанша, айына қанша шамамен? Енді жұмыс 3 ай жүрді. Қай жауап түсетін бе қазір? Сезон бітті? Сезон бітті. Мен 3 айдың ішінде өзімнің кеткен шығындарымды толықтай жаптым. Енді толықтай жаптым, плюске шықтым пайдаға деп айта алмаймын, бірақ
толықтай жабылды. жабылды. Осы 3 айда шығын жабылды. Енді келесі жылы Құдай қаласа плюске жұмыс істей плюске жұмыс істейміз деген ниетіміз бар. 3,5 миллион теңге өте жақсы. Айына миллион теңгеден деп айтса болады. Да? Сіз мысалы жаңа бастаған кезде батутты жаңадан алдыңыздар ма, әлде бір буу батуттар болды ма? Көбісі буу батут. Көбісі буу батут болды. Өйткені олардың мен көп алғым келді да. Егер де новый алатын болсаң, олардың бағасы қымбат. Ол 1-2 батут қана алып қоясың да. Ал егер де шамалы арзандау, бірақ өзім ремонттаймын, либо кейбір батуттар болады, сондай нормальный состояниеде сақталған. Содан көптеу алдым да, яғни ана жерде үлкен қылып алаң қылып жасап. Алаң қылып жасаған болатынбыз. Жалпы негізі бұл батуттар қайдан табуға болады негізі? Кез келген OLX-тан қарадым. OLX-тан табылады. Мен негізі Алматыға келіп қараған болатын. Бірақ мен Балқаш жақта бір Приозерск деген қаладан таптым. Табылды, иә. Құрметті достар, негізгі сұраққа келейік. Айдос EasyWash компаниясы жасаған конкурсының жеңімпазы. Яғни қазір EasyWashта бір мойка, жаңа бір боксы 1,180,000 теңге тұрады. Ал жалпылай келген кезде олар 4 мойканы тегін ашып берем деді, 4 боксты. Яғни шамамен келген кезде 5 миллион теңге нәрсесін тегін ашып берем деді. Сіз соны жеңімпаз тағы да бір құттықтап қойын. Жалпы қайдан келді идея? Осымен айналсам, қайдан клиенттер таптыңыз? Осы жайлы айтып берсеңіз. Жаңа айтып өттім ғой, бір жыл бұрынғы выпусктарыңды толықтай көріп шықтым. Біріншіден өзімнің мойкамды ашқан болатын сол кезде. Екіншіден соңында Марғұланмен бірге сендер конкурс жарияладыңдар ғой. 4 бокс тегін берем, егер де олардың шарттары бойынша 10 клиент тапсаңдар деді. Содан кейін маған қызық болды, жақсы мотивация болды. Өздеріне хабарластым, Марғұланға хабарластым, сұрадым, шарттарын жалпы былай бола ма, яғни қай жерден алып келу, ол не важно деп айтты да. Маңызды емес, главное 10 клиент. Сізден келсе болды. Иә, мен міне осындай жерден осындай алып жатыр. Олармен жақсы араласып кеттім. Мен өзім клиентті қаяқтан таптым деген сұраққа келетін болса, өзім кезінде бизнес курсқа қатысқам, сайт жасауды білем. Сол жақтан байқап көрейінші дедім мен. Өйткені қолымнан келетін нәрсе де. Сайт жасадым, жігіттер көрсеттім, жалпы оларға да ұнады. И содан кейін Google AdWords деп айтамыз ғой, Google рекламаға жібердім. Сол кезде мен жіберген кезде уже звоноктар келіп жатты да, мен уже ары қарай дальше мотивация пайда болды. Болады екен ғой айналысуға деп. Содан кейін мен сияқты қаншама адам айналысқысы келеді. Мен Google-ды білем. Және бір таңғалғаным ана жігіттерден сұраған, олардың осы уақытта сайттары жоқ екен да. Содан кейін мен неге жасамасқа? Сол преимуществоны ұстап кетіп қалды ғой. Неге мен ашпасқа деп. Солай өзі реті келді да, аштым. Сонымен қыс біткеннен кейін күн жылый бастағанда бұл көбіне сезон басталады да. Сол март айында бірінші продажа жасаған кезде уже жақсы, прям жақсы настроениеде болып, бірінен кейін екіншісі кете берді. Уже март айынан бастап продажа бастап кетті. Март айынан бастап. Негізі қашан бастап едіңіз, негізі сайтты ашып? Февральда ғой. Февральда бастадыңыз, мартта уже бірінші продажа отыр ма? Негізі осы жалпы 10 клиентті табу сізге қанша уақыт кетті негізі? Соңғы клиентті мен августтың соңындағы. Августтың соңында уже. Февральдан август деп есептесек, жарты жылда. Жарты жылда 10 клиент табылды, Жарты жылда, иә. Рахмет, керемет сұхбат болды. Жалпы біздің каналдың, жалпы кәсіппен енді бастағысы келіп жүрген адамдарға берер кеңесің қандай? Кеңесім, жалпы, егер де кәсіппен айналсам десеңіз, шаршамай, күні-түні еңбектенудің қажеті жоқ. Просто баспен жұмыс істеп, яғни идеяда үнемі ізденістеуіңіз, телефон қолым, күнде телефонда отырамыз ғой 24 сағат бойы. Сол кезде құр ғана Instagram, TikTokта отыра бермей, неше түрлі бизнес идеяларды қарасаңыз, әйтеуір бір өзіңізге мүмкіндіктер пайда болады. Өзіңе ыңғайлы бір бизнесті табуға мүмкіндік бар. Жүрегіңе жақын бизнес табуға де. Сондықтан үнемі ізденісте болу біріншіден. Одан кейін барлығы айтарым жастарға кеңесім. Барлығы қалаға ұмтылады. Ол
басты нәрсе емес, яғни кішкентай қалада жүріп ақ бизнес жасауға болады. Кішігірім Қазақстанда кез келген ауданында Иә. кәсіп жасауға болады. Мен осы уақытқа дейін Алматыда оқыдым, Алматыда жүрдім. Одан кейін 2020 жылы үйленгеннен кейін ауылға қайтуға тура келіп болды. И содан кейін амалсыз сол жақта іздене бастадым. Енді қазір көзім жетіп отыр да, кішкентай аудандарда да өте жақсы жұмыстар жасауға болады. Иә, жаздың өзінде сезонда 3,5 миллион теңге. Иә, өте мықты нәрсе. Одан кейін уже маусымдық сезонның кәсібіне түсініп алдым да, енді қысқа дайындық жүріп жатыр қазір бізде. Құпия болмаса қандай кәсіп ол қыста? Сол мен развлечение деп отырмын ғой, балалардың ойын-сауық орталығын енді қысқа түрін айналысқым келіп жатыр да. Коньки, горка, карусель деген сияқты қыстық. Сол үшін Алматыға келіп отырмын. Түсінікті, рахмет. Керемет сұхбат болды. Құрметті достар, осыдан бір жыл бұрын біз Іскер каналының бірінші алғашқы кәсіп жайлы видеосын түсірген болатынбыз Марғұлан мырзамен, Easy Wash компаниясымен. Бүгін не тағы да екінші видео, бірақ жақсы жаңалықпен. Енді бір жыл бұрын айтылған сөз, атылған оқ. Айдос бауырымыз бір жыл бұрын жаңағы біздің айтылған талаптарды бастады. Шартты айта кетейін мен. Иә. Бір жыл бұрын видеода мынандай шарт болған. Кім-кім Easy Wash компаниясына 10 клиент алып келетін болса, готовый 10 клиент алып келетін болса, 4 посттық автомойканы тегін ашып береміз деген. Қазіргі автомойканың бағасы 1,180 мың теңге. 1,180. Сонда айтқанда шамамен 5 миллион теңгенің затын тегін береміз дейсіздер. Қазір бүгін соның сәті келіп тұр. Жалпы сол уақыттан бері Айдос хабарласты бізге, келді. Біз осылай бәрін түсіндірдік. Сол кезден бастап өзінің жалпы рекламада, басқа да нәрселерінде өзінің опыт дейміз ғой. Тәжірибесі мол. Сол опытының арқасында, тәжірибесінің арқасында 10 клиент біздің компанияға алып келді. Және айтылған сөзімізді біз ұстап, бүгін 4 бокстық автомойканы тегін беріп жатырмыз. Яғни новый. Оны өзі сатып жерсе де, немесе өзі ашса да, ол жағын өзі біледі. Сондықтан бүгін берді. Айдос құтты болсын. Және біз Айдоспен тағы келісім шартқа отырып жатырмыз. Бұл біздің менеджеріміз болып ары қарай жұмыс істей береді. Уже сату менеджер ретінде. Яғни біздің компанияға жұмысқа кіріп жатыр да. Сондықтан сол дальше жұмыс істейміз деген жоспар көп. Кстати, тағы бір Іскер командасына, Іскер командасына және Іскер каналына тағы бір бонус болсын. Біз бұл үрдісті тоқтатайын деп тұрған жоқпыз. Осыны көріп отырған адамдар болатын болса, біздің компанияға, біздің командаға жұмысқа келсе болады. Яғни ол жерде шарт кішкене өзгереді. 10 клиент сәл кішкене ауырлау болуы мүмкін. Яғни мысалға Айдостың опыты бола тұра, бір жылдай уақыт кетті 10 клиент тапқанға. Сондықтан, егер біздің менеджер, біздің сатушы болғысы келсе біздің компанияға, онда бізбен келіп жұмыс істесе болады. Среднем айтатын болсақ, бір айда 300-400 мыңға дейін табуға болады. Ол мысалы кез келген бір адам айналсам десе, Алматыда болу міндетті ме оның? Жоқ, разница жоқ. Енді Алматыға басында біздің шартты келіп түсініп кету үшін, толықтай ақпарат алу үшін келіп кетсе болады. Немесе мына жерге номер шығарайық, сол тиімді болады шығар. Номер шығарайық, WhatsApp-қа жазыңыздар, немесе хабарласыңыздар осыған. Сол жерде барлығын түсіндіретін боламыз, егер дальше бізбен жұмыс істегілеріңіз келсе. Құрметті достар, мен ойымша керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Сондықтан міндетті түрде осы номерге хабарласып, кім айналысқысы келетін болса, міндетті түрде звондаңыздар, толықтай ақпаратты алыңыздар. Айына 300-400 мың теңге үйде отырып табуға болады. Болады. Сен екен Қызылорда таптыңыз ғой, Үйде отырып болғанда енді сәл кішкене опыт керек болады, реклама жағынан, немесе таныстар, достардан ақ бастайықшы. Мысалы, біреулердің ағасы, немесе біреусінің дос баласы мойка ашайын деп жатса, біздің компанияны рекомендовать етсе, яғни бізде полноценный гарантия бар ол жағынан. То есть, яғни соның белгілі бір проценті ол кісіге жүреді. Сөйтіп тәжірибе алып, кейін толықтай сату менеджер болуға болады ғой. Без проблем. Түсінікті. Мен айта кетейін, жаңа айтып отқан сияқты 2 клиент сондай айту арқылы тек келген болатын, ал қалғандары рекламамен таза. Жаңа Google-дан алған рекламадан келді, қалған таныстарым, ағам, то есть ағам дегенде алыс ағам мені көріп, историямды көріп, WhatsApp-тағы содан сатып алды. Хабарласып алды. Ал қазір сен айтқан 4 мойканы сен өзің ашқың келіп тұр ма, әлде оны дальше сатасың ба енді?
қазір ойланып отырмыз енді папаммен ақылдасам қазалда жүргізіп жатырмын дедім ғой. Енді екінші мойка ашуға мүмкіндік болып тұр. Сол жағы нақтыланса ашып жібереміз, болмаса сатып жіберсем де болады. Бұйырғанын көреміз. Рахмет, құттықтаймын. Құрметті достар, жалпы қазір біз Easy Wash компаниясы жайлы кішігірім ақпарат алсақ. Сол жағы толықтай айтып Жалпы Easy Wash командасы рынокта жүргеніне 4 жылдан асты. Қазір данный момент біз тек Қазақстан емес, СНГ, яғни Қырғызстан, Өзбекстандан да бар. СНГ бойынша СНГ бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Общий точкамыз, яғни бір автомойканы бір точка деп есептесек, 387 точкамыз бар данный момент осы уақытта сатылған. Ол 387 бөлек-бөлек клиенттер, әрқайсы бөлек. То есть 387 клиент жоқ, енді может бір кісінің 2 точкасы бар шығар. Бірақ бір автомойканы бір точка деп есептесек, сонда бізде қазір данный момент 387 точкамыз нақты қазіргі уақытта жұмыс істеп тұр. Қазақстан қазір қай қалалар негізі аз әлі мойка? Қай қалалар көбінесе? Аз деп енді айтатын қала қазір жоқ-ау, по-моему. Енді мынау Павлодар, Петропавл жақтарды мүмкін аздау шығар, бірақ ол жақтың өзінде де қазір баршылық. Сіздер мойкаларыңыз бар ол жерде қойған? Біздің мойка бар ол жерде, иә. Бірақ енді соответственно басқа қалалармен салыстырғанда енді сол жақтарда шығар мүмкін. Негізі әлі солтүстіктегі қалаларға мүмкіндік бар, Жоқ, қазір көп жерде бар. Мысалы Алматының өзінде, Алматының өзі кең ғой. Облыстар қазір ең көп ашылып жатқан қала. Біз осы уақытқа мысалы қаланың ішінде көп құрдық қой. Енді қазір бастап жатқандар облыстар. Чимкент тоже самый. Қаланың іші қазір жаймен толды, енді шет жақтарына қарай кетіп жатыр да. Сол үшін автомойка салуға икемді жердің бәріне құруға болады. Түсінікті. Рахмет. Жақсы. Бүгін мен үшін бұл ерекше шығарылым. Себебі біздің бір жыл бұрын бастаған бастамамыздың кішігірім жеңісі болып жатыр. Осындай жеңіске жетіп отырғанымызға мен өте қатты қуаныштымын. Жалпы іскер каналын бастаған кезде біздің мақсатымыз көрермендерге, өзіме кәсіп жайлы жаңа ақпараттар алғым келді. Сондықтан біз бастағанбыз. Сол мақсат өз орнын орындалып жатыр. Сондықтан мен өте қатты қуаныштымын, Аллаға шүкір осындай нәтиже беріп жатқанына. Сондықтан сіздерге алғысым шексіз, бізді көріп, қолдап жүргендеріңізге. Кезекті шығарылым аяғына жетті. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Құрметті достар, қолдауды ұмытпайық. Комментарий, лайк, подписка. Бұл іскер соңы рахмет.